Қазақ агротехникалық университетінің ғалымдары бірегей тұқым сепкіш ойлап тапты. Аталған құрылғының ерекшелігі сол, біздің климаттық жағдай мен егістік жерлерімізге сай жасалған. Бұл туралы жоғарғы оқу орнындағы ғылым мен инновация департаментінің басшысы мәлімдеді. Айтуынша, ауыл шаруашылығы техникасы шетелдік құрылғыдан кем түспейді және 2 есеге арзан. Отандық ғалымдардың жасап шығарған бірегей тұқым сепкішмен танысқан елордалық әріптесім Салтанат Нысанбек айтып берсін. Ғалымдар ойлап тапқан бірегей тұқым сепкіш қазір солтүстік Қазақстан облысының егістік алқаптарында сынақтан өткізіліп жатыр. Аталған машинаның технологиялық үрдісті басқаратын интеллектуалдық блогы бар. Оның көмегімен механизатор кабинасынан шықпай-ақ әрекет ете алады. Мысалы, астық дәннің себу мөлшерін, тыңайтқыштың себу мөлшерін және дәндердің шығу жылдамдықтарын бәрін бұл интеллектуалдық блог басқару блогы тексеріп отыр. Егер танап бетінде егістікте топырақтың құнарлылығы азайған жағдайда минералдық тыңайтқыштардың мөлшерін көбірек береді. Егер құнарлылығы жақсы болса, азартып отырады. Аталған тұқым сепкіш климаттық жағдайларымыз бен жер ерекшелігіне сай жасалыпты. Техника барлық агротехнологиялық талаптарға сай дейді ғалымдар. Ал бағасы шетелден әкелінетіндерден 2 есеге арзан. Завозимая техника очень дорогая. Әкелінетін техника өте қымбат. Оның қызмет көрсетуінде де қыруар қаражат жұмсалады. Біздің тұқым сепкіш импорттықтардан 2 есеге арзан. Мәселен, шетелден әкелінетіндердің құны 100 000 еуродан басталып жоғарылай береді. Біздікі 40 000 еуро. Бірақ импорттықтардан еш кем түспейді. Бірегей техника ауыл шаруашылығы министрлігінің ғылыми зерттеулер мен білімнің қолжетімділігі бағдарламасы аясында жасап шығарылды. Қазір ғалымдар тағы бір тұқым сепкішті ойластырып жатыр екен. Ол шөп тұқымдыларда егетін болады. Салтанат Нысанбек, Нұрлан Өтеген, Алматы телеарнасы, Нұр Сұлтан.